Сәлем баршаңызға, оңай әрі тез, сонымен қатар пайдалы, дәмі тіл үйірерлік кешкі асқа болгар бұрышының голубцы дайындаңыз. Ең алдымен тартылған етімізге жуып тазаланған күрішімізді қосамыз және теркадан өткен сәбізімізді қосып, оған тұзымызды және суымызды құйып, массамызды жақсылап араластырамыз. Массамызға су құйылғандықтан күріші тез жарылып пісетін болады. Дайын салмасын бір шетке ала тұра, болгар бұрыштарын жуып тазалап алатын боламыз. Аса үлкен емес, кішкентай емес, орташа мөлшердегі болгар бұрыштарымыздың ішін салмасын салып, қалған болгар бұрыштарға аса қатты толтырмай салмасын салып алатын боламыз. Дайын болған болгар бұрыштарын бір шетке қоя тұра, қазанымызды қойып, астына от жағып, қалауыңызша сұйық май қойып, мен өзім құйрық май қолдандым. Майымыз қызып бастағанда, оған пияз және қызанақты турап, сұйық майға қуырып аламыз. Пиязымыз аздап қызарғаннан бастап, үстіне фаршталған бұрыштарды саламыз. Картопты тазалап, ірілеп тураймыз да қазанға саламыз. Сосын бұрыштар батып тұратындай етіп су құямыз. Соңынан дәміне қарай тұз қосып, немесе басқа қоспаларды қоссаңыз да болады. Қазанның бетін жауып 40 минут аралықта пісіріп аламыз. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай, болгар бұрышынан голубцыларымыз дайын. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!